Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз жұқпалы аурулардың аллергиялық диагностикасы. Туберкулез ауруына аллергиялық диагностика жүргізу. Туберкулез дегеніміз бұл инфекциялық, немесе айтқанда жұқпалы ауру. Әртүрлі органдар мен ткандерде спецификалық түйіндер мен туберкулдардың пайда болуымен сипатталатын үй және жабайы жануарлардың, сонымен қатар құстардың және де адамның жұқпалы ауруы. Таралуы көптеген елдерде таралған бұл ауру. Қозырғышын 1882 жылы неміс ғалымы Роберт Кох ашқан. Қозырғыш, туберкулез ауруының қозырғышы микобактерия туыстығына жататын бактерияларға жатады. Туберкулез ауруының қозырғышының 5 түрі белгілі. Біріншісі микобактериум туберкулезис. Ол адамның туберкулез ауруының қозырғышы болып есептеледі. Екіншісі микобактериум бовис. Ірі қара малдың туберкулез ауруының қозырғышы. Үшінші түрі бұл микобактериум авиум, құстардың туберкулез ауруының қозырғышы болып есептеледі. Төртінші түрі бұл суыққандылардың қозырғышы. Бесіншісі бұл кеміргіштер, тышқандардың қозырғышы болып есептеледі. Ветеринария саласында қозырғыштың үш түріне көбірек біз мән береміз. Бұл бірінші адамдікі, екінші ірі қара малдікі, үшінші құстікі болып есептеледі. Орысша айтқанда бұны айтады человечий, бычий, птичий деп айтады. Осы үш түрі де өте қауіпті келеді жануарларға да және адамдарға да. Енді осы аурудың қозырғышының төзімділігіне келетін болсақ, топырақта туберкулез қозырғышы 2-3 жыл сақталынады. Көнде 3-5 жылға дейін сақталынады. Суда 2 айға дейін сақталынады. Ал зарарсызданбаған сүттен даярланған ірімшік майда 10 айға дейін сақталынады. Тұздалған етте 45-60 күнге дейін сақталынады. Тоңазытылған етте 1 жылға дейін сақталынады екен. Ветеринар маман ретінде менің беретін кеңесім сүт және ет өнімдерін қайнатып пісіріп қана тағам ретінде пайдалану қажет. Індеттік деректеріне тоқталатын болсақ, туберкулез ауруымен ірі қара мал, шошқа және құстардың ішінде тауықтар ең бейімді келеді. Туберкулез ауруының қозырғышы сыртқы ортадан қақырындымен, нәжіс, несеп, сүтпен жұғады. Аурудың ашық формасы бұл өте қауіпті. Аурудың ашық формасы бұл өкпе, ішек және желін туберкулезі болып есептеледі. Қозырғыш жем, шөп, су, төсеніш, ластанған күтім заттары арқылы таралады. Туберкулез ауру құстардан малға, малдан құстарға жұғуы мүмкін. Енді бұл туберкулез ауруының ең бір ерекшелігі адамнан малға жұғатын, малдан адамға жұғатын инфекциялық ауру болып есептеледі. Малдың болсын, адамның болсын, организмнің резистенттілігі төмендегенде, қанағатсыз күтім жағдай туындағанда, малдың астынан сыз өткенде, өтпе жел туындағанда, бұны біз сквозняк дейміз, азықтандыру сапасы төмендегенде, осы факторлар туберкулездің кең таралуына себепкер болады. Туберкулез ауруының жұғу жолдары, немесе таралу жолдары, бірінші ең негізгі бұл аэрогендік, немесе респираторлық жол болып есептеледі. Осы жолмен туберкулез таралғанда ең бірінші өкпе зақымданады. Екінші таралу жолы бұл алиментарлық жол. Бұл сирегірек кездеседі және осы жолмен туберкулез таралғанда ас қорыту ағзалары зақымданады. Туберкулез қозырғышының енген жерінде спецификалық түйіншектер, туберкулдар пайда болады. Ал құстарға жұғудың негізгі жолы бұл алиментарлық жол болып есептеледі. Туберкулездің клиникалық белгісіне тоқтайтын болсақ, бұл қозырғыш клиникалық белгісі атиптік түрде өтеді. Атиптік түр дегеніміз бұл клиникалық белгісі әлсіз болады, көзге көрінбейді. Ал енді аурудың бастапқы кезінде ешқандай клиникалық белгісі білінбейді. Сондықтан да малдың тірі кезінде
диагноздың қою негізгі әдісі бұл аллергиялық әдіс болып табылады. Енді аллергиялық әдіс дегеніміз бұл туберкулиндік сынаманың көрсетуіне тексерілетін малдың жалпы иммунологиялық реактивтілігі және туберкулинге сезімталдық жасайды. Осы тақырыбымды қорытындылай отырып, бүгінгі сабақтың тақырыбына тоқтағым келеді. Ең басында айтып кеткендей, бүгінгі біздің тақырыбымыз жұқпалы ауруларға аллергиялық диагностика жүргізу, туберкулез ауруына аллергиялық диагностика жүргізу. Енді сабақ барысында мен қазір өзімнің студенттеріме тапсырма берейін. Бірінші тапсырма туберкулинизация жүргізуге қажетті биопрепараттармен танысу. Екінші тапсырма туберкулинизация жүргізуге қажетті құралмен танысу. Үшінші тапсырма туберкулинизация жүргізу техникасы. Төртінші тапсырма реакцияны есептеу. Бесінші тапсырма жүргізілген туберкулинизацияға акт толтыру. Құрметті студенттер, мен әр тапсырмаға талдау жасап өтем. Бірінші тапсырма туберкулинизация жүргізуге қажетті биопрепаратпен танысу. Туберкулинизация жүргізу үшін бізге қажетті препараттың бірі бұл ППД туберкулині болып есептеледі. ППД туберкулині бұл сүтқоректілерге арналған тазартылған туберкулин. Бұл туберкулез қоздырғышының өсінен алынған дәрмек. Екінші тапсырма бұл туберкулинизация жүргізуге қажетті құрал. Бұл құралдың атауы инесіз инъектор. Құрылымына тоқтап өтейік. Бұл механикалық инъектор, күрделі гидравликалық аппарат. Бұл құралмен қолдануға арнайы дағдылану керек. Техникалық сипаттамасына келетін болса, бірінші инъекция жүргізуге арнайы дозировкасы бар. Екінші инъекция енгізу әдісі тері ішіне. Үшінші аппаратқа салынған флаконның көлемі 20 мл. Ішіне туберкулин құйылады. Төртінші инъектор салмағы 800 грамм болады. Бесінші инъектордың жұмысқа қолсап арқылы енгізеді. Үшінші тапсырма бойынша туберкулинизация жүргізу техникасы. Малды туберкулинмен тексеру 2 айлық жасынан басталады. Туберкулинді ірі қара малға мойынның ортаңғы 3-тен 1-не тері ішіне инесі инъектор арқылы енгіземіз. Ал шошқа малға құлақтың түбіне енгізеді туберкулинді. Туберкулин жіберетін жерді жөнін қырқып, 70% спирт жағады. Туберкулиннің дозасы сүтқоректілерге 0,2 мл болып есептеледі, ал құстарға 0,1 мл. Ірі қара малда реакцияны 78 сағаттан соң есепке алады. Нәтижесін оң немесе теріс бағалайды. Туберкулин жіберген жер жайылған айқын шекарасыз қабынып, консистенциясы иленген қамырға ұқсап, орны шектеулі, температурасы көтеріліп, тері қатпарымен салыстырғанда 3 мл және одан артық қалыңдаса, тексерудің нәтижесі оң бағаланады. Терінің қатпарының қалыңдығын арнайы кутиметр құралымен өлшейміз. Реакция есептеу барысында біз осы егер біз көзімізге оң реакция деген белгі көрінсе, мына арнайы кутиметр деген құралмен терінің қалыңдығын өлшейміз. Мені көріп тұрсыздар, мына кутиметрді алып, ірі қара малдың терісін ортасына қысамыз, одан ары қарай тағы да жаңағы ісіну, қабыну жері қанша миллиметрға ұлғайып кеткенін осы кутиметр арқылы анықтаймыз. Міне, мынау кутиметр деген құрал болып табылады. Бесінші тапсырма бойынша жүргізілген туберкулинизацияға акт толтырылады. Акт үлгісі сіздерге электрондық вариант ретінде жіберіледі. Бүгінгі берілген тапсырма электрондық түрде сіздерге жіберіледі. Күнделік есептеріңізге толықтырып жазыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Денсаулықтарыңызды күтіңіздер.